Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге кабачкидан жасалатын өте нәзік, дәмді болып шығатын запеканка жасап көрсетемін. Ешқандай қуырмайтын, дайындалу жолы өте оңай. Сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен осындай көкөністер қажет болады. Барлығы мөлшерін описанияға жазып қоямын. Енді бөлек ыдысымызды алып, осындай үкіштің үлкен жағымен кабачкиімізді өткізіп аламыз. Міне кабачкиіміз дайын. Енді үстіне бір шай қасық тұз қосып араластырып қоямыз. 10-15 минутқа өзінің сөлі бөліну керек. Енді қалған көкөністерімізді басқа үлкендеу ыдысымызға осылай үкіштің үлкен жағымен барлығын өткізіп аламыз. Енді пияздарымызды өткіземіз. Пияздарын өткізіп болдым. Сарымсағын үкіштің осындай кішкентай жағына өткіземіз. Міне көкөністердің барлығын үкіштің өткізіп болдым. Енді үстіне жұмыртқамды қосамын. Енді міне 10-15 минут тұрған кәдінің сөлі бөлінді. Енді ары қарай осылай қолмен қаттырақ қысып, құрғақ болғанша сөлін осылай сығып аламыз. Және көкөністердің үстіне қосамыз. Барлығын қысып болдым. Енді үстіне дәміне қарай өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Маған ұнайтын базилик қостым, және де қара бұрыш, тұз қостым. Егер де үйлеріңізде болса, ас көк қоссаңыздар болады. Енді үстіне 2 үлкен ас қасық қаймақ, және де 2 үлкен ас қасықпен ұн қосамын. Барлығын араластырамыз. Міне араластырып болдым. Енді 24 диаметрлік формамызды алып, жан жағына май жағып, астына пергамент төсейміз. 22 немесе 20 диаметрлік форма алсаңыздар да болады. Енді осы дайын болған көкөністеріміздің барлығын үстіне құйып, тегістейміз. Осы кезде духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста 45-50 минуттай пісіреміз. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Міне біздің кабачкиіміз пісті. Жан жағын осылай пышақпен босатып алып, формамыздан аламыз. Мен кішкене суытып алдым. Осылай беті қызарғанша пісіресіздер. Міне біздің запеканкамыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Егер де үйлеріңізде кабачкиларыңыз болса жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Егер де осы рецептім ұнап жатса, мені қолдап қойды ұмытпаңыздар. Ол үшін сіздердің тек қана осы видеоның астына лайк басып, комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды жазып қойсаңыздар болады. Және де осы видеоны жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Әрқайсыларыңыздың қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін мені қолдап қойыңыздар. Міне осындай әдемі болып шығады. Балаларға да өте қатты ұнады. Үйлеріңізде жасап көріңіздер. Өте жылдам дайын болады. Осы рецептім ұнап жатса, достарымызбен бөлісіп, оларға да пайдалы кеңестер, пайдалы рецептерді жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.